Мұқағали Мақатаев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кеңін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Түтін түтеп өз өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрлы төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Құрметті қазақ елі, сіздерді бүгінгі келіп жеткен тілдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осы атаулы күнде сіздерге зор денсаулық, отбасыңызға қуаныш пен береке, біздің ортақ үйімізге Қазақстан Республикасына бейбітшілік пен гүлдену тілеймін. Примите искренние и сердечные поздравления с Днем языков народов Казахстана. В этот знаменательный день желаем крепкого здоровья, радости и благополучия в семье, мира и процветания нашему общему дому Республики Казахстан. Мен Шевченко Ирина Сергеевна, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында дүниеге келдім. Ұлтым орыс. Қазіргі таңда Ақтау қаласында Мұхтар Әуезов атындағы номер 20 орта мектебінде орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын.